Мемлекет басшысы Бәйтерек холдингінің басқарма төрағасын қабылдады. Кездесуде холдингтің атқарған жұмыстары, инвестициялық жобалары және алдағы даму бағыттары талқыланды. Президентке холдингтің инвестициялық және кредиттік портфелі 14 триллион теңгеден асқаны баяндалды. Алдағы кезеңде бұл көрсеткішті 16,5 триллион теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. 2025 жылы Бәйтерек қолдауымен 77 мыңнан астам отбасы баспанамен қамтылған. Сонымен қатар 77 ірі жоба, шағын және орта бизнеске бағытталған 27 мыңнан астам жоба қаржыландырылған. Ауыл шаруашылығы саласында 7 мыңнан астам агроқұрылым көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін техника лизингіне қол жеткізген. Кездесуде холдингтің жаңа ұзақ мерзімді даму стратегиясы да таныстырылды. Жоспарға сәйкес ұйым инвестициялық холдинг моделіне көшіп, бизнесті қолдаумен халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған жобаларды күшейтпек. Мемлекет басшысы экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз ету, инвестиция тарту және шағын әрі орта бизнесті қолдау тетіктерін жетілдіру маңызды екенін атап өтті.